Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге пияз нан жасауды үйренеміз. Оны Шымкент жақта қаттаман дейді. Оны дайындау үшін жай ғана бізге 3 негізгі қоспа керек: ұн, сары май және сарыағаш. Жай ғана суға қамырды илегендей сарыағашқа қамырды илеп аламыз. Дәміне қарай 2 қасық тұз, 2 қасық қант салсаңыздар болады. Әбден араластырып, өстіп нанымызды, яғни қамырымызды илеп алатын боламыз. Қамырымызды илеп жатқанда аз ғана болса, тағы да сарыағашымызды қосып, тағы да илейтін боламыз. Қамырымызды видеодағыдай әбден илеп аламыз және 5 минутқа қамырымызды демалдырып қоямыз. Қамырымыз 5 минут демалғанша біз жаңағы пиязымызды турап алатын боламыз. Пиязымызды ұзынша етіп турап аламыз. 2 және 3 пияз қоссаңыздар болады. Пиязымыз бұл қамырына кететін начинкасы болып табылады. Ұзынша етіп турап аласыздар, әбден жұқа қылып. Турап болған пиязымызды бір табаға салып, оны әбден езгілейміз. Езіп болған пиязыма мен қара бұрыш қостым. Өздеріңіздің қалауларыңыз қоссаңыздар болады, қоспасаңыздар да болады. Маргаринімізді сковородкаға ертіп алатын боламыз. Қамырларыңызды жаймас бұрын маргаринімізді өсіп ертіп дайындап аламыз. Қамырымызды осылай видеодағылай әбден жайып аламыз. Жайып болған қамырымыздың үстіне маргаринді құйып, оны жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін начинкамызды сеуіп шығатын боламыз, яғни пиязымызды. Одан кейін дөңгелетіп орап шығамыз, осылай рулет сияқты орап шығасыздар. Орап болғаннан кейін қамырымызды осылай видеодағыдай дөңгелетіп шығамыз. Аяқ жағын, ұш жағын жабыстырып қойыңыздар, себебі ажырап кетуі мүмкін. Одан кейін әбден қолымызбен жайып аламыз. Қолымызбен жайып болғаннан кейін оны оқтаумен тағы да жайып шығатын боламыз.
Осылайша пияз нанымызды дайындап алып, қызып тұрған майымызға 5-10 минутқа пісіріп аламыз. Екі жағын ауыстырып пісіретін боласыздар. Нанымыз біздің майды өзіне сорып алу мүмкін, сол үшін әрқайсысын пісірген сайын бір ас қасық май құйып отырсаңыздар болады. Міне осылайша қаттама немесе пияз нанымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Рахмет.